Барлықтарыңызға сәлем қыздар. Менің каналыма қош келдіңіздер. Өте дәмді, керемет булочкалар жасаймыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеодағыдай жұмсақ, дәмді, керемет болып шығады. Жылы суға жылы сүт құямыз. Одан кейін 130 грамм қант, 1 шай қасық дрож салып барлығын араластырамыз. Араластырып болғасын 1 жұмыртқа саламыз. Және күнбағыс майын құямыз. Тағы да 1 рет араластырып жібереміз. Және оның үстіне 700 грамм ұн саламыз. Ұнды салғанда барлығын бірден салып жібермейміз. Жарты-жартыдан бөліп саламыз. Жұмсақ қамыр илейміз. Егер қамыр қолымызға жабысып жатса, күнбағыс майын майлап, илеп жіберуге болады. Бетін жауып, жылы жерге қалдырамыз. Қамырымыз күшті болып көтерілді. Қамырдың кішкентай бөлігінен үзіп аламыз және оны оқтаумен жаямыз. Ішіне өзіміз қалаған начинкаларды салуға болады. Мысалы, мен творогты салдым. Одан бөлек джем, вареная сгущенка салуға болады. Начинканы ортасына салып, орап бекітеміз. Және пышақпен сызық секілді етіп кесеміз. Видеода көрсетілгендей орап қоямыз. Міне осындай болып шығады. Барлығын орналастырамыз. Жұмыртқамен бетін жағамыз. Және 180 градуста 30 минут пісіреміз. Нәтижесінде осындай әдемі булочкалар шықты. Өте жұмсақ, өте дәмді. Жасап көріңіздер. Ұнаса менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.